Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Алтынай. Бүгін біз балғын еттерді маринадтайтын боламыз. Балғын еттерді осылай майдалап және ұсақтап турасаңыздар болады. 1 килограмм балғын етке мен 4 самырсақ майдалап турап салдым. Дәміне қарай тұз салып, қара бұрыш қостым. Кейін жақсылап араластырдым. Күнделікті тамағыңызды әрлендіру үшін, мысалы макарон, палау, кеспе көже қалағаныңызға кете береді. Балғын еттеріңіз сочный болып шығады. Банкаға осылай салып, бетін жауып, тоңазытқышта 2 күн сақтаймыз. 2 күн уақыт өткен соң жаңа айтып өткен тағамдарға пайдалана берсеңіздер болады. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.